Тұрсынбек Қабатовтың сұхбаты шыққан болады. Ренжідіңіз ба? Енді әркім өзінің деңгейін көрсетті. Ондай ойы бар екен деп білген жоқпын, сөздің ашығы керек. Айтпайсыз ба оларға, бұл не сұмды, қойсаңдаршы деп, арзан ғана хайпқа бола. Не көрдің сонша деп. Бір сұхбатын айтып жатыр, кәдімгі сұранды деп. Мә ашпашы екінші лига, керек емес. Енді саған айтқызып отырмын соның барлығын. Рейтинг жағынан бір дейсіздер ма? Сіз егер біздің ойын дәл сондай уақытта қойылатын болса, неге қазір КТА-ны қойды онда? бір ғана нәрсе ғой, оның жасы кіші. Иә. Мен де көшеден келген адам емеспін. Бюджеті жағынан кім мықты негізі? Келесі сұрақ. Жақсы. Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл менің YouTube-тағы арнам, бағдарламам өзінің еркін, егемен, тәуелсіз десек те болады. Және бүгінгі тамаша осындай алғашқы шығарылымды сұхбаттан бастауды жөн көрдім. Алғашқы қонақ. Сөзін шыны керек, кешегі бір соңғы 5-6 күнде елімізде елең алған оқиғалар өте көп. Соның алдында бір хайпқа айналды десек те артық емес. Өйткені дәл осы кісіге байланысты, дәл осы саладағы бір азамат сұхбат берген еді. Қалың көпшілік осы кісіден жауап алғысы келді. Бүгін бізде қонақта Тамаша ТВ арнасының директоры, сондай-ақ Жайдарман ойындарының жүргізушісі Есен Елеукен. Есен мырза, қош келдіңіз. Иә. Көңіл күй жақсы. Футболдың әдемі екен. Алдындағы цифрларды көріп дұрыс. Сандар сөйлейді. Сандар сөйлейді. Тамаша ТВ арнасының директоры. Негізінен уақыт сол арналып кетіп жатқан жоқ па Жайдарманнан? Жоқ, негізі біраз уақытым арнаға кетіп жатыр. Негізі басым көпшілігі сонда. Жайдарман тек бағдарлама жүргізу және арасында бір кеңес алып қояды, сол Жайдарманды ұйымдастырып жатқан жігіттер. Сол кезде өзімнің ақылымды айтам. Негізі сол ұйымдастырып жүрген жігіттерге сол салмақ болып жатыр қазіргі таңда. Шаршап жүрген жоқсыз ба арнадан? Жұмысы ауыр ғой? Шаршағанда бұл маған жақсы бір үлкен жаңалық болды. Қазіргі таңда демалыс деген уақытта демалыс деген сөзді ұмыттық. Сенбі жексенбі күндері де жұмысқа арнаймыз, себебі жаңа арна, жаңа бағыт. Елімізде алғаш рет осындай арна ашылып жатыр. Басқа шетелдің, алыс жақын елдердің осы бағыттағы арналарын тексеріп, зерттеу жүргізіп, жалпы қалай болады. Қазіргі таңда енді жаңа бағдарламаларым шықты, дегенмен әлде де болса жұмыс жасау керек. Тек жайдарманшылар да аласыз бұл жерге жұмысқа, экс-жайдарманшылар? Олай деп келмейді. Бірақ барлығы хабарласқан шығарсыз, директор болып тағайындалғаннан кейін бүкіл жайдарманшылар, хабарласпай кеткен жайдарманшылар. Ондайлар болды енді, бірақ енді жалпы әзілге қатысы бар жандардың барлығымен өзім кездестім алдымен, өздері де хабарласқандары болды. Енді сөздің ашығы керек, бастапқы кезде барлығын бірдей әртүрлі ұсыныстарды қабылдаған кезіміз болды, бірақ енді қазір кішкене көзіміз ашылып қалды. Әлде де біраз ұсыныстар болып жатыр, жалпы қызық. Жалпы ұсыныс сізден болды ма, әлде арнадан болды ма директорлікке тағайындалу? Ұсыныс министр мырзадан болды. Осындай арна ашылып жатыр, соған жұмыс жасауға қарай істеп, мен қуана келістім. Сол. Жақсы, енді сандарға оралайық, бұл енді кіріспе сұрақ болатын. Білесіз, елбасымыз сағат 7-де 19 күні сағат 19:00-де үлкен мәлімдеме жасады, қызметінен кетті. Қызметінен кеткенмен енді саясаттан кеткен жоқ қой. Сіз қалай қабылдадыңыз? Алғашқы реакцияңыз қандай болды? Негізі мен бұны күтіп жүргем. Негізі біздің елбасы сөздің ашығы керек, ол жай адам емес. Ол кісі енді көпшілігі күтпегенде шығар, бірақ мен өзім бір осындай бір әдемі дүние жасап кететінін, әдемі дүние жасайтынын мен сездім. Сосын жалпы енді бұл жерде мына 9 деген санға көбісі айтып жатыр ғой. 91 жылы келді, 19 жылы келді. Негізі 9 деген сан елбасында зерттеп қарасаң көбінесе кездеседі. Аты да 9 сан, сіздің атыңыз секілді. Фамилиясы да 9 сан. Қазақстан дүниежүзі бойынша территориясының 9-шы орында. Қазақстан деген өзі де 9 әріп. Мәссаған. Жайдарман, Есен түгел деп өзімді қосып атайын да. Сіз кәдімгі нумерологияға кіріп кетіпсіз, нумерологиямен айналысасыз ба? Жоқ, бірақ осындай бір арасында қызықты ақпараттарды өзім алып жүрген
жақсы көремін. Енді бір депутаттар, халық қалаулылар кәдімгідей жылап, көзіне жас алды. Мен сол күні бір концерт жүргізіп жатқам, сахнаның сыртындағы әншілер жылап жіберді кәдімгідей. Енді әр адамның өзінің несі ғой. Мысалы, менің жақын таныстарымда жылаған адамдар болды. Бірақ енді кейбіреулері бір тапсырма алған шығар. Жақсы. Бірақ адамды бір олай қылып жаңағыдай, ойбай мынау әдейі істеп жатыр, мынау былай деп айтуға келмейді. Шынында да біртүрлі болып қалғанымыз рас. Біртүрлі болып қалған жандардың көп болғаны рас. Келесі күнгі тағы бір бомба, ол Астананың атауын өзгерту. Нұр-Сұлтан деп. Негізі бұған шейін бірнеше рет ұсынды ғой. Иә. Ол кезде енді елбасымыз оны оған келіспейтінін айтты. Бір биылғы туған күнінің қарсаңында бір халықтың алдына шығып, осындай ұсыныс бар деп айтқан кезде әдемі кетер еді. Енді қазір сөздің ашы керек, біреулер қолдап жатыр, біреулер қолдамай жатыр. Түсініксіздеу өзі. Түсініксіздеу, иә, өйткені енді әлеуметтік желіде негатив көп. Иә. Мойындауымыз керек. Белгілі бір осы дүниені құптап жазса да, астында комментарийларды көрсеңізде. Кешегі мысалы, сол жақтағы бір кісілер 99% қолдады деген сияқты пікірлер жазып еді. Бірақ астында негатив 300-400 пікір. Кеше влогер Анвар Нұрпейісовтің айтқаны бар. Мен соны көрген жоқпын. Көрген жоқсыз ба? Бірақ мен соңғы кезде саған қызық айтайын, Фейсбуктан және Инстаграмнан уақытша шығып кеттім. Неге? Артық ақпарат көп, негатив көбейіп кетті. Одан да өз уақытымды осы арнаға арнайын деп, кәдімгідей, сосын тек қана YouTube көрем, арасында бір жақсы бір видеоларға керекті болмаса, бұлай жоқ. Енді сіз қолдайсыз ғой, демек Нұр-Сұлтан деп өзгеруіне? Бұл өте маңызды кәдімгі жауап болып тұрмасы үшін. Жоқ, енді жалпы пікіріңізді маған, менің есімім Нұр-Сұлтан мысалы, қарап отырсаңыз. Менің позициям түсініп тұрсыз. Мен сізден сұрап тұрмын ғой енді жалпы. Негізі қарсы емеспін. Бірақ бір уақыт өте келе бір ұсынған кезде әдемі келтіруге болады. Халықты дайындау керек еді дейсіз. Дайындау керек еді соған. Сіз кәдімгідей қазір Есен Елеукен болып жауап беріп тұрсыз ба, әлде сол арнаның директоры болғаннан кейін Нұр Отанда қызмет? Жоқ, өзімнің позициям осы. Позицияңыз осы. Жақсы. Жақсы. Енді соңғы кездері осындай бір екі елбасының қызметтен кетуі, артынша Астананың өзгеруі. Халық кәдімгідей абдырап қалды. Не күтерін білмей қалды. Бір сенімсіздік бойында ұялады. Байқаған жоқсыз ба осындай? Бәрібір деп қолын сілтегендер көбейіп кетті. Негізі дұрыс түсіндірсе көп дүниені уақытында, дұрыс жағынан түсіндірсе ол халық түсінеді ғой. Бізде кейде бір асығыс кетіп жатқан сияқтымыз да. Асығыс, әйтеуір қайда барады деген әңгімелер болып кететін сияқты. Сол жағын реттесе көп дүние орнына келер еді. Өкінішке орай бізде олай емес, әйтеуір жылдан бату керек пе, сол жағы кішкене. Жақсы түсіндім сіздің позицияңызды енді. Енді YouTube көп қараймын дедіңіз ғой. YouTube-та шулатқан тағы бір сұхбат болды. Енді сіздің Жайдарманда ойнаған кезінде, жалпы КВН әлемінде өзіндік орны бар Тұрсынбек Қабатовтың сұхбаты шыққан болатын, миллион қаралым болып кетті ау деймін. Жоқ, миллион болған жоқ, 850-ге жақындап қалды. Яғни мониторинг, бақылау жасап отырсыз. Жоқ, енді қараймын арасында. Жалпы ол жердегі комментарийлерді қараймын. Екіге бөлінді пікір, халықтың? Негізі енді... Ренжідіңіз ба? Жоқ. Ренжіген жоқсыз ба? Енді әркім өзінің деңгейін көрсетті. Негізі енді осы сұхбат шыққаннан кейін жан жақтағы туысқандар, достар, жақын адамдар, әріптестер, барлығы бір кейбіреу мүсіркей қараған кездері болды, кейбіреуі ашуланып неге жауап бермей жатсың дейді. Мен бастапқы кезде бір кішкене ойланып қалдым да, бірақ мен дайын болдым мұндайға. Бұл үшінші сұхбат. Үшінші сұхбат. Иә. Біріншісінде жеңіл болды, екіншісі Лейлямен болды. Иә. Ол кезде де кішігірім. Екеуін. Бұл жерде енді Аманның өзінің стилі сондай, Аман барынша жауап суырып алуға тырысты. Суырып алуға тырысты.
кейін Аманның өзімен де кездестім. Аға ренжіген жоқсыз ба деді, мен неге ренжимін. Енді мен бұл жерде қазір әркімнің өзінің шындығы бар. Сіз осы сұхбаттан кейін мен сізді бір қазмедиа орталығында көрдім ғой. Иә. Көңіл күй қалай деген жақсы. Қалай қарайсыз бұл сұхбатты? Қандай баға бересіз дедім. Өтірік араласыз дедіңіз. Бар. Айтып өтсеңіз, енді мен кішігірім әңгіме қуғандай бір өсекші ретінде қайсы өтірік, қайсы шын деп бір пункт бойынша зерттемей ақ қойын. Еркіндік өзіңізде камера қосылып тұр. Айтып өтсеңіз. Жалпы енді мен оны бір ашып айтып, қазір осыдан кейін тағы да бір әңгіме болғанын қаламаймын. Негізі соңғы кездері жалпы өзі аз ғана ұлтпыз. Мынау Қытайдан келген қандастарымыз да екіге бөлініп жатыр. Дінге байланысты қаншама бөлініп кетті. Бір-бірінің бетіне бірдеңе жағуда. Сондықтан да ол әңгіме жабулы қазан, жабулы күйінде қалған дұрыс-ау. Ол мен қазір мына жері өтірік, мына жері рас деп айтпай-ақ қояйын. Қанша дегенмен жауап болу керек, сұхбат халық күтіп отыр негізі. Мен тіпті ондай ойы бар екен деп білген жоқпын, сөздің ашығы керек. Хабарласқаны рас. Бірақ ол хабарласқан кезде саған орын дайындап қойдым деген не жоқ. Негізі сол 2005 жылы Сочиге мен де барғам. Сочиге барып, сол жерден осы Астана қаласындағы орыс лигасын басқаратын Максим Разумков бар, Бақыт бар, Сыздықова. Солармен жолығып, сөйлесіп, сосын осындай ұсыныстар болды, бір-бірімізді түсінісіп, содан кейін жасауға кірістік. Сосын ол кезде Астананың атынан қатыстық, Астананың атынан 3-4 команда қатысты. Енді қазақша КВН-де жалпы Тұрсынбектің орны ерекше, тұлға, соңынан ерген оның өзінің көрермені бар, біраз жақсы көреді. Ол тек қана Қазақстанда емес, мынау тәуелсіз мемлекеттік достастық дейді ғой. Орысша КВН көретін көрермені де ең сүйікті ойыншылардың бірі. Сондықтан да мен бір тағыдай қайталап айтамын, оны ар жағына бетіп ашып қажет жоқ. Ертең осы әңгімені көріп отқан кезде адамдар айтуы мүмкін, неге ашылмай қалды мынадай деп. Тап сол қазір осы мынаны айтып, мынауысы өтірік екен, мынауысы рас екен деп тағы да бір алысқа бармай қойықшы. Осы жерде қалсыншы. Сен мені жақсы білесің ғой. Жақсы. Халық кейбір азаматтар бізді көретінде жақсы білмеуі мүмкін ғой. Енді бір сұхбатын айтып жатыр, кәдімгі сұранды деп. Мен ашпашы екінші лига, керек емес деп. Айтты маған. Жоқ, мен өйтіп ашпаш деп ондай бір әңгіме болған жоқ. Мен айттым, не үшін қажет деп. Не үшін қажет? Керек балдарды сұрап ала бер бағдарламаларыңға деп. Кейбір жаңағы бағдарламаға адам жібермеді деп, кәдімгі басып айтып. Мен оның о жерде түсірілім болып жатқанын да білмеймін. Бізде де түсірілім болып жатқан, кейін естідім. Оның енді өзі тіке хабарласпайды, көмекшілер хабарласады, бір қасында жүрген достары хабарласады дегенде. Сондай тұстары болды да, мен де түсінбей. Мен де арамызда ондай ешқандай не болған жоқ. Өзі хабарласып, өзі былай айтып жатқан болса, мен еш уақытта оған жоқ деген жоқ. Негізі, мысалы, сіздердің арналарыңызда 2 КВН, Жайдарман. Жайдарманның өзі бір кәдімгідей жалғыз өзі болған кезде де сұрағы көп еді. Келесі маусым бола ма, болмай ма, телевизиялық түсірілім бола ма. Енді одан кейін КТА қосылды. 2 КВН. Қаншалықты дұрыс, енді сіздің пікіріңізді білейікші. Енді мен қазіргі таңда сол арнаның басшылығында бар адаммын ғой. Мен енді позициям, мысалы, сол кездегі басшылық бір оң жағына шешім қабылдау керек еді. Бұл Нұржан Жалауқызының кезінде болған дүние. Енді бұл жерде жасасын, ешқандай не жоқ, қарсылығым жоқ. Бірақ енді бізден, яғни Жайдарманда ойнап, Жайдарманда бір белгілі жетістікке жеткені бар, жетістікке жетпеген командалар бар батыр. Бір ғана кішкене қарын аштыратын тұс, ол тек көбінесе маған осы сұрақтар қойылады. Неге анада қойылған әзілдерін қайталап, мына жерде қайталап қойылады деп. Енді ол жөнінде сол кезінде басшылыққа да айтылған, ең болмаса мына әзілдер жөнінде, себебі осы жақтан ауысып барған балаларда түсінік қалыптасады да, анада қойылған әзілдерді қайтып қоя беруге болады деген. Басшылықтың өзінің шешімі солай шығар. Енді ол лигада сондайларға рұқсат беретін шығар.
Рейтинг жағынан бір дейсіздер ма? Сіз рейтинг мен қолыңызда оны не істемеппіз, бірақ енді егер біздің ойын дәл сондай уақытта қойылатын болса, негізі біздің уақыт ол жер, бұрынғы болып кеткен уақыт. Неге қазір КТА-ны қойды онда? Ол енді басшылыққа қойылатын сұрақ. Қызық. Иә. Қызық. Қазір енді мысалы, енді басшылықтамын деп отырсыз. Жоқ, енді мен қолыңыздан келмей ме сол кезде уақытымен күресуге? Прайм таймға қояйық деп. Ол енді қалай айтсам екен, тіпті оны ойламаппын да мен. Оны мына орынға қою керек, мынадай қылу керек деген сияқты. Жалпы негізі Тұрсынбек мырзаны жақсы танимыз ғой, жақсы азамат ретінде, оны қаншама мүмкіндік болды басқа арналардан шығаруға. Бұл әдейіге арнайы сол жайдарман көрсетілетін арнаға келіп КТА-ны қою, бұл сізге жасалып жатқан бір не емес па, шабуыл емес па, моральдық тұрғыдан? Жоқ, олай ойламаймын. Тұрсынбек айтып жатыр, болашақта біріккен жобалар болады деп. Боп қалу мүмкін. Боп қалу мүмкін деп айтты. Мүмкін. Қолдайсыз ғой сіз? Енді бұл жердегі бір ғана нәрсе ғой. Сол енді оның жасы кіші. Иә. Мен де көшеден келген адам емеспін. Иә. Егер оның тарапынан немесе екеумізді біріктіріп бір орта жоба жасайық деген адамдар пайда болатын болса, неге жасамасқа? Бірақ әзірге ондай адам да жоқ, оның тарапынан да ондай ұсыныс жоқ. Бюджеті жағынан кім мықты негізі? Ол керек па? Керек, әрине. Оның бір журналистік зерттеу бойынша өзің зерттеп тауып алсаң дұрыс болар еді. Негізі декорацияға қарайтын болсақ, залға қарайтын болсақ. О жағынан КТА-ның несі жақсы, қаржысы. Жақсы. Енді мысалы Ресейде Амик қой? Иә. Амикті бір үлкен империя дейді. Империя, кәдімде үлкен қаржылар жүрген орта. Ал біздің Қазақстанда ол жайдарман енді. КТА-ны алмай тұрайық, жайдарман. Бұл үлкен империя. Әр аймақта өзінің лигалары бар. Астанада, кәдімде елорданың жүрегінде бірнеше күн кәдімде ойындар өтеді. Үлкен империя. Бірақ бұл Амик сияқты кәдімгідей үлкен табыс алып келетін, үлкен қаржы алып келетін бизнес па? Жоқ. Бизнес емес па? Жоқ. Бұл бірінші кезек енді әлеуметтік жоба есебінде қарауға болады. Әлеуметтік жоба есебінде қарауға болады емес, әлеуметтік жоба. Біз енді жаңағы осыны жасап атқан кезде бұның тек қана бір ғана ойын өткізу емес, бұның бір үш бағыты бар. Қоғаммен байланыс дегені бар. Яғни ол жерде әр аймақта әртүрлі іс-шаралар жасайды. Біреулер кездесулер жасайды, біреулер спорттық іс-шаралар, біреулер жаңағыдай кездесулер жасайды, әртүрлі. Екінші кезек интеллектуалдық ойындар. Алматы қаласында бар, Астанада да жасаймыз, кішігірім әр аймақта, әркім деңгейде. Үшінші кезек әлеуметтік желіде сауаттылық дегенді бір кездері енгізді. Қазір әр аймақта да оны барлығы қолдай бермейді, бірақ оны қолдап жұмыс жасайтындар бар. Яғни жайдарманды бітірген бала ол жан-жақты барлығымен араласады, интеллектуалдық ойындарға қатысқан, әлеуметтік желіде сауатты, яғни қоғамға керекті азамат есебінде сондай қылып шығарғымыз келеді. Енді жайдарман жасарып келе жатыр, көреді. Жаңа командалар, жаңа есімдер. Бұрын командалар енді екінші өзге лигаға кеткен командалар бар, жігіттер бар. Жайдарманда жасына жарқылап, жайдарманда аттары шығып. Кейін бір сізден бата алмай кетіп қалған жігіттерді де бар деп естиміз енді. Оларды кешірдіңіз бе? Осы күнге дейін әлі кешірген жоқсыз ба? Жоқ, мен біреуге өкпелеп, немесе ондайым жоқ. Амандасады. Әрине, бастап кезде, ең бірінші ашылған кезде кішкене түсінбестік тудырған сұрақтар болды, бірақ уақыт өте келе оның бәрі орнына келді. Қазір қалыпты жағдай. Енді кейбір жігіттердің жаңағы жайдарман мектеп, мына жер университет деп бір күлкілі не жіберіп жатқан жігіттер бар. Әркімнің өзінің пікірі өзінде ғой. Қазіргі жастарға, жайдарман ойнап жүрген жастарға
бір ым ишарамен белгі ретінде айтып қоясыздар ма, ей ұзағына дейін болыңдар осы жерде, ана жаққа кетіп қалмаңдар деген сияқты, немесе бір контракт бар ма? Ешқандай контракт жоқ, ондай бір қатты әңгімелер де жоқ. Бірақ енді балалардың арасында болуы мүмкін. Мен балаларға мысалы үшін мынадай айтпаңдар, мынадай айтыңдар деп айтпаймын. Өзара әңгімелер болуы мүмкін. Қателеспесем, КТА-да мысалы командалардың жолын төлейді, жатын орындарын қамтамасыз етеді екен, бұл кейде командалардың еркелеп кетуіне себепкер болмай ма? Болады. Негізі студенттік ойын ғой бұл, жайдарман, КВН дегеніміз. Азарт жоғалады. Одан да таяқ жеп жатқан сияқты. Мен енді білмеймін нақты. Кейде бізде де мындай жағдайлар болды. Мысалы, бір командалар болады, барынша солардың келіп кетуіне жағдайын жасап, спонсор тауып беріп, бірақ түптің түбіне келген кезде соншама жағдай жасап жүрсең, түптің түбінде келе болмайтын нәрсеге өкпелеп бір шешім шығарып кететін командалар болады. Мысалы? Қандай мысалы? Мына команда деп атын атайын ба? Иә. Оны өздері біледі. Оны қазір атаудың қажеті қанша. Жақсы. Айтып жалғастырыңыз. Иә. Жалпы кімнің кім екенін білуге болады. Иә. Өзіміздің де ішкі жаңағы іштегі болып жатқан жағдайлардан да көзіміз біраз ашылғандай болды. Сөздің ашы керек, біраз дүние ашылды. Сондықтан да бір жаңағы мынадан жаңағы сіздерге соққы болды ма, мынадай болды ма дегеннен гөрі бізге көп жағдайда көзіміз ашып бергендей тұстар болғанын айтып кеткім келеді. Көбісі әділ қазылар алқасына тиіседі. Қазылар алқасында әзіл түсінетін азаматтар аз, кейде бағаны әділетсіздеу береді дейді. Көп талқыға ұшырады ғой, былтырда мысалы элементтің, тағы да өзге командалардың. Қазылар алқасын сіз өзіңіз тағайындайсыз ба, әлде жоғарыдан ұсыныстар келе ме? Біз арна басшылығында ұсынамыз, осындай азаматтар деп, арна басшылығы бізге бекітіп береді. Демек, неше пайыздың арна басшылығы қойылады қазылар алқасында? Неше пайызын сіз болды осы айтқан? Жоқ, енді басым көпшілігінде біздің ұсынған адамдар отырады. Бірақ енді мен сөздің ашығы керек, кейде неге анау әншілер немесе мынадай адамдарды алмайсыз дейді. Негізі жеңіл әзілге күліп, жеңіл нәрсеге көп күлетін адамдарды шақырғым келмейді. Бұл түптің түбіне келген кезде бұл ойын кішкене салмақтырақ болу керек. Әзілдің де өзінің жаңағы орны болатын, ертең бір есте сақталатын сондай әзілдер болғанын қалаймын мен. Сондықтан да былтырғы негізі қазылар тарапынан да қателіктер кетуі мүмкін, бірақ енді басым көпшілігінде дұрыс әділ берді деп ойлаймын. Негізі қазылар алқасымен келген кезде алдын ала сөйлесесіздер ғой? Енді айтамыз, мұндай нәрсе болмасын. Кейде мысал үшін неге мұндай баға қойдыңыздар деп мен кейде өзімді сұраймын. Енді әркімнің өзінің пікірі өзінде бар. Маған мына жағы ұнаған жоқ, ұнаған жоқ дейді. Енді әркімнің пікірі әртүрлі. Ол менің айтқан мына бағаны қойыңдар деп мен оларға ондай нұсқау бере алмаймын. Соңғы кездері кәдімгі жюри болуға ұмтылатын азаматтар көбейіп жатыр дейді. Кәдімгі бұл үлкен аудитория, пиардың түрі деген сияқты. Сізге ұсыныс білдіретіндер көп па? Бар. Бар, е? Арасында кәдімгідей ел білетін, елге сыйлы азаматтар да бар, е? Негізі... Әлі кәсіпкерлер ме атын шығарғысы келетін? Бір жақын таныстар да бар. Иә. Енді ақыры барлығын шығарып жатыр екен, соң неге бізді отырғызбайсың деп өкпететіндарды көп сөз айтамын, көкем, кішкене адам өз-өзіне де қарау керек қой деп. Мен бір кішкене нем бар енді бетке тік айтатыным. Сол жағынан кейде ренжітпей қалып жатады. Бірақ өз орнымен отырған азаматтар деп ойлаймын. Мұрат Әбенов қайда? Ол кісі қазір көрінбей кетті ғой? Иә. Жұмыстарымен өзінің. Уақыты жоқ па сонда жайдарман келуі? Былтырғы маусымда көп уақыт болмады ол кісінің. Иә. Қазылар алқасына ақша төлейсіздер ме сіздер? Жоқ. Төлемейсіз. Бірақ сұрағандар бар, е? Бар арасында. Көпен Әбірбек шығар. Айтыста үйреніп қойған ақша алып. Келесі сұрақ. Жақсы. Көпен Әбірбектің қазылар алқасының төрағасы болуына наразылар көп па, әлде дұрыс Көпен аға болған деп мен жақтайтындар бар ма? Өзім ол кісінің отырғанын қалаймын.
себебі қанша дегенмен әзілдің былайша айтқанда бір ақсақалы ғой ол кісі. Иә. Жайдарманда қазір саяси әзілдер өте көп. Бірақ Нұрдәулет Шертім айтып жатыр, енді саяси әзіл деп бірден бетке айтуға болмайды, жігіттер. Айтыстың күйін кешіп кетуіміз мүмкін деген сияқты бір қазір алқасында отырып, сондай бір жастарға айтқаны бар. Қазір мен көремін енді, көбінесе ойындарда отырамын ғой, алдыңғы қатарларда. Командалар классикалық КВН ойнайды, кішкене бір жақсы әзілдер, тың жаңалықтар ашып жатса орынды, бірақ кейде бір командалар саясат деп саясаттың шеңберінен шықпай қалады да. Бірақ ашық айтады, ішінде бір астарлы әзіл жоқ та, бетке айтады. Соны кейде қазір алқасы дұрыс дейді, бес көтереге жөнеледі. Соны жайдарманшылар арасында сондай бір ой бар қазір. Саясат айтсақ, біз көтеріле береміз деп. Кешеде мысалы 1-8 ойындарында болдым мен. Көбіне көп сондай командалар өтті. Соңғы кезде жайдарман қатты монтаждала ма эфирдің алдында? Ондай қатты емес. Баяғыдағыдай емес, иә? Жоқ. Қазір бүйту керек еді деген шықты, Еркебұлан Мырзабек. Ол сіздің жобаңыз ба, әлде өзінің жеке авторлық жобасы? Ол маған ұсыныс жасады, мен қуана келістім. Себебі осы Еркебұланның дүние шыққаннан кейін көп командалар кішігірім кәдімгідей жинақталып қалды. Кәдімгідей әңгіме болады, соның эфирге шыққан дүниесін қарап отырады. Сондықтан да мен қуана осы ұсынысты қабыл алдым. Ешкімде барынша жаңағы пікірі дұрыс деп ойлаймын өзім. Енді өткенде түлектер кездесуіне келді ғой, сол кезде бір уайымдап кетті, қалай ойнаймыз. Өзі қалай ойнайды деп халық. Иә, себебі алдыңғы жаңағы бағдарламаласының соңында комментарийде өзің ойнадың ба деген сияқты әртүрлі пікірлер болды ғой, бірақ енді өзі тәп-тәуір ойнап, соған бір нүктесін қойған секілді. Енді алдағы уақыттарда ол жақсылап сынайтын болады. Бір ғана бүйту керек еді жетеді, өзге пікірлер жоқ қой басқа. Бір осындай жоба ашсақ деген бізде де ой болған. Бірақ кішкене қаржылық жағдайға байланысты ұйымдастыру жағынан кішкене созылып кетті. Енді қазір осы Еркебұланның бір өзіне осы бүйту керек етінің өзі біраз жерге жетеді деп ойлаймын. Биыл маусым енді. Иә. Элемент қайта оралды, қоштасып жатып. Элемент чемпион болады дейді халық, дүйім жұрт. Сіз президент ретінде элементтің чемпион болғанын қалайсыз ба? Жалпы мықты команданың чемпион болғанын қалаймын. Мысалы, кейбір топтар болады, финалға шейін әдемі келеді, финалда орын алмай қалады. Себебі финалдың өзінің аурасы бөлек. Атмосферасы бар, иә. Атмосферасы бөлек. Былтыр мысалы жартылай финалда Боранқұл дегендерін кәдімгі ойынның деңгейін көтеріп тастады, финалға келген кезде кішігірім абдырап қалған тұстары болды. Финалда негізі көп команда абдырап қалды. Кімнің өзі де, мысалы, Оқымпудың өзі де бір қатты қарсылық таныта алмады. Байдың балалары оқ бойы озып шықты. Мүмкін егер Байдың балдары жартылай финалда өз тобында бірінші орын алып шыққан кезде финал басқаша болар ма еді. Олар резервпен сабақ болды оларға. Жақсылап дайындалып келді, ешкімнің артық әңгімесі болғанда жоқ. Биылғы 3 фаворитті атаңызшы, сіздің ойыңызша, маусымда чемпион болады. Бірнеше команда бар. Айтаңыз енді, жарайды. Элемент бар. Былтырғы қатысқан финалистердің барлығын көруге болады. Мен негізі өйтіп, мыналар чемпион болады, мыналар лайық деп айту маған келіңкіремейді. Ертең осы сұхбатты көріп отырып, осылар чемпион болады, алдын ала дайындап қойды деген әңгіме қалармыз. Кім мықты дайындалып, тіпті биылғы чемпионатқа қосылған команда чемпион болып кетуі мүмкін. Кім біледі оны? Біраз командаларды алып тастапсыз, биылғы маусымнан, былтыр ойнап жүргендерден, не? Бұл былай. Жоғары лигада да, премьер лигадан да бір 3-4 жыл ойнап, не ар емес, не бер емес топтар бар. Бірақ енді тәртіптері дұрыс, жайдарманға деген махаббаты ерекше, бірдеңе жетпей қалады соларда. Соларды өз алдына бөлек Алматы қаласында лига А деп аштық, ойын көбірек болады. Ол жерде ойыннан бұрын сабақты көбірек береміз, семинарлар көбірек өтетін болады. Биыл премьер лиганың өзін біз тек қана ойындар емес, кәдімгі арнайы әр күн сайын 4-5 күн сабақ берейін деп жатырмыз. Жалпы қалай болады, көріністі қалай жазу керек, қалай жаңағы стратег план құруға болады деген секілді.
сол жағынан оқыту жағынан көбірек болады. Себебі біз алдыңғы премьер-лига ойындарында келеді, апыр-топыр редактор жасайды, дұрыс ойнай алмайды командалар. Ол жерде кішігірім әрі-бері бір кішкене өздерінің көзін ашу үшін осындай дүние жасап жатырмыз. Сіз Жайдарман болашағын қалай елестетесіз өзі? Қандай болғанын қалайсыз? Негізі жүйесі бар. Барлық аймақта жұмыс жасап жатыр. Барлық аймақта жергілікті биліктен кішігірім қолдауы бар. Бұл енді біз негізі бір енді қалыптасып келе жатыр. Мысалы үшін Қазақстандағы көп әзіл-сықақ бағдарламалардың 70-80% осы жайдарманшылар, жайдарман шыққандар бағдарламаларда көріп келе жатыр. Бір 5-10 жылда бұл кәдімгі жүйелі түрде осындай дүние шығаратын, мұндай тек қана телевизия емес, әлеуметтік желілерге жобалар шығатын дүниелерге айналады. Кім біледі, шамалы уақыттан кейін мүмкін тек қана мен арнайы қонақ болып отырармын. Бәрі уақыттың еншісінде. Біраз болғыңыз келеді? Менде бір не жоқ, нақты ойбай, мен осымен өмірімді арнайым деген сияқты. Бірақ әйтеуір бір нәрсеге жетсе екен, бір нәрседен бір нәрсеге екінші сатыға көтерілсе екен деген ойлар ғана менде. Мынау асарын асап, жасарын жасат, болды, ары қарай жоқ деген жоқ, әлі даму жолында. Орныңызға дайындап қойған бір адам бар ма? Ондай жоқ. Жоқ, кейде осы сұрақты көп қояды. Артыңызда қойған шәкіртіңіз бар ма деп. Кейде осы сұрақты қойған кезде шынымен шаршатып жібердім ба деп мен ойлаймын да. Жоқ, шаршатқан жоқсыз, жалпы білгіміз келеді да. Мысалы, түсінікті ғой, Масляковтан кейін Масляков болады баласы. Енді ол кісінің жасы 80-ге келді ғой. Сол айтып тұрғаным ғой енді. Мүмкін сізде бір жоспарлар бар шығар деген. Қазір ештеңеге таңғалуға болмайды ғой. Цифра адамды көп ойландырып отыр. Жалпы сен әр ойынға келесің да. Енді өз пікіріңді ашық айтасың. Осы жағынан ұнайды. Енді бір менің ойымша сен бір жаның ашып айтасың. Мен солай сезінемін. Солай ғой негізі. Әрине солай. Осындай бетке ой күшті өтті деп, бірақ шыққан бойда басқаша әңгіме айтатын адамдар. Ойында отырып, Фейсбукта басқа нәрсе жазатындар бар. Бір жалынып, жалпайып. Былай ғой, екінші қатарда отырған кезде жақсы жазады, 9-шы қатарға кетіп қалса, уже әңгімесі өзгереді. Ондайлар да бар. Күлесің негізі ше. Сосын бір нәрсе ғой, бағанан бері неге осындай ашық айтылмай жатыр деп, бір танымал жазушы болды, қайтыс болып кетті. Сол кісі кезінде Жас Алашқа бір дүниелер жазды. Бір жазушылар туралы, ақындар туралы, солардың бір өмірден бір басқа жақтар болады ғой, басқа айдаймын, соларды ашық жазуға тырысты да. Мен сол кезде сол кісі туралы пікірім өзгерді. Жалпы біз үшін бір көп емес біз. Бір жыл сайын 50 жазушы, 100 бірдеңе келіп жатқан адамымыз жоқ. Бізге сол әдемі күйінде қала бергенін қалаймын да. Себебі өсіп келе жатқан бала-шаға бар, өсіп келе жатқан ұрпақ бар. Біз оларға үлгі болатын, олар ертеңіне осыларға қарап бір бой түзейтін сондай азаматтардың көп болғанын қалаймын. Біздің Жайдарманда өзіңіз айтпақшы алдыңғы қатардағы селебритилар дейміз. Селебрити көбісі енді ол жерде журналистер, блогерлер отырады. Сосын кезінде бір мемлекеттік қызметте болған, қазір енді қызметсіз жүрген азаматтар болып қалуы мүмкін, немесе кәсіпкерлер. Қазіргі таңдағы халық қалаулылары болсын, мемлекеттік ірі органдарда, басқарушы органдарда отырған азаматтар сирек кездеседі. Сіз өзіңіз шақырмайсыз ба, әлде олар келмей ма? Тек Шиповскихті көреміз енді, сіздің сүйікті. Жоқ, біз барлығына алдын ала хабарлама жібереді, енді ұйымдастырушылар тарапынан. Бірақ енді соңғы 8-ден 1 ойындарына көбінесе жалпы осы Жайдарманды жақсы көретін, өздері хабарласып жүретін жандарды шақырдық. Ол жерде бір нақты бәленбай депутат шақыру керек, бәленбай қызметкер келу керектен ондай жоспар болған жоқ. Бірақ енді тізім бар, адамдарды шақыру керек, бәріне хабарлама береді. Келу келмеуінде өз еріктерінде. Соңғы ойындарды көріп отырмыз ғой, сіз түлектер кездесуінде Арыстанбек Мұхамедиұлына байланысты 5-6 әзіл болды. Қорқыт құрамасы келтірді, артынша партияға да тиіскен әзілдер болды.
елдегі билікке қатысты әзілдер болды. Бұның барлығы эфирден де шықты. Мен бір таңғалдым, мен отырған монтаждап тастайтын шығар бұның бәрін деп. Бірақ эфирге шықты. Бұл еркіндік, иә? Бірақ қазір ол жерде бір ойыннан кейінге бір реніш айтып, біз сіз бұл қалай болғаны деген сияқты, неге үйтеді деп, алып тастайық мынаны монтажда деп. Ол жерде бір мықты мынау ұры, мынау бірдеңе оңбаған деген әзіл жоқ қой. Достық әзілдер, бір маңдайға салық ететін дүниелер жоқ қой. Білмеймін, енді әзілді қабылдап отқан өзіңе байланысты. Меніңше артық ештеңе жоқ сияқты. Айдарды көріп отырдым да. Арсанбек Мұхамеджолдың көмекшісі ойынға келді. Енді бастығына байланысты 5-6 әзіл болды. Жоқ, бір-ақ әзіл болды. 2-3 болды. Бір-ақ әзіл болды. Жарайды, сіз үшін бір-ақ әзіл. Кәдімгідей қараймай отырды да халыққа. Жоқ, ол жерде бір мындай деп айтқан жоқ қой. Құстардың әзіл деді, қайда қарап отыр деді. Ол кісі мынадай деді. Енді ол кезде де бір ол кісіні төмен түсіретіндей дүние деп ойламаймын мен. Демек бәрі дұрыс. Ешкімге ренжіп жатқан жоқ. Еркін алаң, кім не дегісі келеді, соны айтады. Дұрыс па? Егер бәрін жауып тастасақ, ештеңе айтқызбасақ, тақырып деген мүлдем жоқ. Мысалы, енді көбінесе Ресеймен салыстырады ғой. Ол жерде әзіл болмаса, бір қыз шығарады да, бір жерлерін көрсетіп қояды. Соған алданып кетеді халық. Біздің менталитетімізге келмейтін дүниелер. Түлектер кездесуінде барлық командар, аты бар командар келді, қатысты. Халық назар аудар болмады. Назар аудар енді қазір Тұрсынбек мырзаның жанында болғаннан кейін бармаған ба деген сияқты сауалдар қояды. Негізгі шақырған 3-4 команда. Кәдімгідей келсін деп шақырған 3 команда. Ол көз тимесін, алғашқы чемпиондар. Қазақстан КВН одағының, негізі қазақша КВН емес, қазақша КВН-нің чемпионы ең бірінші ол мейірімді прокурорлар. Сосын екінші шақырғаным жарайсыңдар жігіттер. Бұл команданы шақырған себебіміз, бұл команда Қазақстандағы бар лиганың чемпионы, бір елдің алдында жүрген жігіттер. Үшіншісі, кеш болса да шақырғанымыз Техас. Хабарласып, сол ең бір шыққан кезде. Сосын қалғандары енді Қазақ ұлттық университетте барлығында бір-бір айтып өтілді. Сосын өздері сұранған командалар болды. Бастапқы кезде негізі 10 команда қатысса деп ойладық, сол 10 командаға келді. Қалғандары бір-бір ұсыныс еткен командалар болды, біреу қабылдады, біреу қабылдаған жоқ. Енді біреулер қазір сұрап жатыр. Екіншісі бола ма деп. Негізі екіншісі, үшіншісін жоспарлап отырмыз. Сол кезде қатысады ғой? Тағы да сұранатын командаларымыз бар. Енді назар аударға да айтылды. Бірақ енді неге қатыспайсыңдар, қайда жүрсіңдер, не үшін қатыспайсыңдар деп ондай болған жоқ. Бірақ енді жігіттер өздері ойын біткен соң бізде қатысуымыз керек еді деп. Бірақ сол кезде кішігірім денсаулығына байланысты, бір ойыншының сол кезде денсаулығына байланысты сондай бір жағдай болып қалды. Жақсы. Қазір КВН-де Ресейде Қорғалжын құрамасы ойнап жүр. Ішінде Жайдарманның түлектері бар, Жайдарманның қазіргі ойыншылары бар. Биыл маусым сәтсіз ойнады. Соңғы орынмен ұшып кетті. Бұл командадан сіз бір әлеуетін көріп тұрсыз, потенциал бар ма? Әлі қоя салу керек осы бастан. Енді ол команданың жетекшілері өздері білер. Жалпы бірнеше Қазақстан деген елді таныстыруға лайықты команда деп ойлайсыз ба? Әзір ерте сияқты. Себебі ол жерде 3-4 лидер жүр. Бірін-бірін әлі түсінбейтін ойыншылар да бар сияқты. Сосын жетекші енді танимын, кішкене мінез керек бұлай ұстап тұру үшін. Бізде енді жалпы Қазақстаннан шыққан команданы қалай болғанда да Казахимен салыстырады ғой. Енді ол жерде мысалы үшін Нұрланның, Тұрсынбектің, қай-қайсының орны әдемі болып тұрды ғой. Сонымен салыстырған кезде бұл командаға әлде де ертерек сияқты. Не дейді балалар ойнап келгеннен кейін? Сөйлестіңіз бе? Бекзаттар? Олар енді айтылмайтын дүниелер бар ол жерде. Негізі өздеріне де үлкен сабақ болды. Өздеріне сабақ болды. Дайындықсыз барған ба әлде қалай болды? Дайындықпен барған енді, бірақ сол редакторлармен жұмыс жасаған кезде де сол бірін-бірін түсіне алмай қалған тұстар болған сияқты. Азамат Мұсағалиев ренжіп оны білмедім. Қорғалжын құрамасына. Автор Сенгаджи ме ол жақта әлі күнге дейін?
білмеймін мен, сол жерде болған сияқты сұрайсың, білмеймін ше айтайын. Білесіз ғой, бәрін айтпай айтсыз ғой. Негізі білесіз ғой. Негізі білем, иә. Жалпы бұрындары сіз айтушы едіңіз, қазақ жайдарманнан бір команда шығарамыз деп. Идеялар болса болды ау деймін, Идея әлі бар. Жалпы енді қазіргі таңда енді ондай жобадан көрі жалпы андай басқа әзілге қатысты проекттер, яғни жобалар жасайтын дүниелерге барған дұрыс сияқты. Мысалы, Украинадағы Лига Смеха секілді көптеген дүниелер бар да. Сондай жерге барып тәжірибе жинақтап қайтқан көбірек дұрыс сияқты. үлкен қаражатты талап етеді артынша. Иә. Негізі білесіз ғой, неше қаржы керек бір маусым ойнау үшін Ресейде? Есептеген болар, сенде ақыр қызығушылығыңыз болды ғой. Ешқандай қиналмастан барып қайту үшін бір ойынға кемі 100 мың бір ойынға $100 кетеді. Иә, жасыл қағаз керек сияқты. Кемі. Одан да жоғары болса жақсы. Қиын онда? Иә. Да қиын. Қазір вайнерлер шықты ғой? Иә. Көзқарасыңыз қалай вайнерлерге жалпы? Түсінбеймін кейде. Түсінбейсіз. Бірақ енді оларды түсінбегенде ол бар ішінде бір андай ойынымен әдемі алып тұратын, мысалы үшін Серғазы, Сека. Мектебінен өткен ол өткені. Иә. КВН. Кезінде ол да қазақша ойнады 2 жыл. Енді орыс тілінде көбірек танылды. Бірақ кейбір балалар бар ана жерде. Өмірден алынады дейді ғой бір енді. Оның көрермені болғаннан кейін, оның жаңағы қабылдайтын аудиториясы болғаннан кейін, онымен санасу керек шығар. Бірақ енді мен аса бір қатты сол мына вайндар шықты, мынау жасапты деп оны бір қатты қызықпаппын да. Ол негізі мындай бір не болды ғой, вайн түсіріп, осы арқылы байып кеткен адамдарды қалай атайды білесің бе? Қалай? Байнер. Жақсы. Жайдарманшылардан аз вайн түсіріп жүргендер, білмеймін. Бірақ анау бір балдар бар, «Ей, бірдеңе!» деп айқайлап отырады ғой. Мен негізі жалпы әзілге күлуім қиындау. Кейде балаларға обал болып кетеді. Мысалы, бір жымию мүмкін, мен мысалы бір жамбату. Сол әзілдерді оқыған кезде ең жаңадан келген балдарға кішкене күлемін да, себебі егер күлмей бетінен бақарай отыратын болсам, жанып кетуім мүмкін. Оған да бір кішкене қолдау көрсету керек. Енді бұрыннан келе жатқандар олар мені біледі. Бірақ енді нақты қалдырған әзілдерім көрермен жақсы қабылдайды. Сондықтан да мен күлетін дүниеге көрермен күлмеуі мүмкін. Мен қабылдайтын әзілді 8-ден 1 финалдан ол топ ұшып кетуі де мүмкін. Ары кетсе ширек финалдан қайтуы мүмкін. Сондықтан да әзілді қабылдау әртүрлі. Вайнды оған қабылдау үшін біраз тер төгу керек шығар. Телевизор көресіз бе жалпы қазір? Тікелей бір футбол, хоккей, немесе бір ойындар болмаса, толыққанды бір телеарнаны күндіз-түні көремін деп айта алмаймын. Айтпақшы, тамашаны көремін. Уақытында шығып жатыр ма, не қойылды, қандай қойылып жатыр деген сияқты. Сізде қоластызда қаншама азаматтар бар, қаншама идеясы бар азаматтар бар. Әзілге жақын азаматтар көпшілік кино түсіріп жатыр қазір. Сіз қашан түсіресіз кино? Шын айтайын, осындай не бір ұсыныстар болады. Бастап кезде барлығы қызығып, қазір тіптен кейде... Кастыға таласыңыз келмей ма? Нұрландармен, Нұртастармен? Жоқ. Менің ең басты жүрегім тыныш болса болды, ол бір байлық қуып, немесе бір... Бірақ барлық мүмкіндік бар ғой деген осы? Бар, иә. Барлығы айтады, сіздің астыңызда қаншама армия бар. Мен енді осы балаларды, баяғыда кімнің назар аудардағы Ғазиздің әзілі болған. Қанша адам бар, 200 мыңға жоқ ойыншы бар. Бәрін жұмысқа салмайсың ба деп. Жоқ. Ең бастысы менде балалар осы ойынға келді ма, осы жобаға келді ма, ертең осы жерден бір дұрыс азамат болып қалыптасып кетсе, болды. Менде ондай бір не жоқ. Мүмкін осындай бір телехикая, кинолар түсірмегеннен кейін шығар сіздің продакшн, мысалы, делік, кейбір балалардың кетіп қалуы жан-жаққа. Оны өмір бақи өтіп
кетіп Ұстап тұра қалады алмайсың екен деп дейсіз ұстап тұрудың қажеті жоқ. Осы ең бастысы өзін жақсы бір ортасын тауып, осы жайдарманда жүрген уақытында өзіне бір жанына жақын дүниелер алып, солай кетсе болды. Тіпті кейде мындай жағдай болады, баяғыда бір Қызылордада ұшаққа үлгере алмай қалдық, уақыты жақын қалды. Сөйтіп әкеліп тұрмын билетімді, жабылып қалды деп тұр. Сол кезде сол жерден бір жігіт атып шығып, жаңа құжатты тез қабылдатқызып, ұшаққа үлгердім бе, кішігірім көмектесті. Сөйтіп ұшаққа мініп жатқан кезде сіз мені таныдыңыз ба дейді. Аса таныған да жоқпын да ол жігітті. Былай шырамытып тұрдым. Сөйтсем баяғыда Алматыда бір командада бір-ақ ойын ойнаған екен. Сол кезде сіз маған қатты жаңағы ұрсып, не істеп едіңіз, сол маған сабақ болды дейді да. Бір жағынан қысылып қалдым, бірақ та сондай бір азамат болып, сондай жерде жүргенде мен кәдімгідей қуаныш сезімге алады. Жақсы. Осы күнге дейін жайдарманда неден өкінесіз? Бір әттеген ай бар ма? Ондай қатты жоқ. Жоқ, Жақсы. Бар ма? Мен негізі өтіп кеткен нәрсеге бір аса қатты өкінбеймін. Өтті ме? Өтті. Жақсы. Президент деген атауыңыз бар ғой енді? Қазір жоқ. Жоқ, жүргізушісіз. Нұр Отанда сіздің қандай қызметіңіз? Кәдімгі партия мүшесімін. Партия мүшесісіз ғой. Өзіңіз кірдіңіз ба партияға әлде? Ұсыныс болды. Ұсыныс болды. Бірақ сіздің де талаптарыңыз болған шығар. Мен кірсем, менің жайдарманыма осындай деген сияқты. Жоқ, ол кездегі ұсыныс жасаған адам айтты, болуың керек. Бірақ енді Жас Отанның жастар жөніндегі жаңағы комиссиясының мүшесімін. Мирастың Нұр Отан партиясында Мирас деген тоже осындай не бар. Сол жерде де мүшесімін. Ол жерде біраз ойлар ашық айтылады. Мына жер мындай болып жатыр, мындай болып жатыр деп. Біз сияқты азаматтарда отыру керек шығар. Мен ол жерге барып барлығын мақтай бермей, барлық кемшілікті сол жерде айтыламыз. Енді сізді қаншама ел тыңдайды, жастар тыңдайды, жақсы көреді. Сөздің шыны керек, енді көріп жатырмыз ғой, біраз жерлерде көргем. Дискуссия алаңдарын айтып жатсыз, маған сөйлейтін ашық айтатын. Енді көпшілік біле бермейді ол дискуссия алаңдарын. Сол дискуссия мысалы кейде бір енді тоже бір өнер бар енді, бірақ ашық айтты екен деп бас салып келіп партияны билікке тиіседі. Кейде бір ашық артық кетіп жатқан сияқты да. Соның ішкі несін бәрін біле бермейді. Болашақта өзіңіз қай жерден көресіз? Қазір арна директор екенсіз, Нұр Отан мүшесісіз, біраз дискуссиялық алаңдарда пікір айтады екенсіз. Негізі біраз ұсыныстар болған, жұмыстар. Аймақтарға, облыс әкімшіліктеріне біраз жерге ұсыныстар болды, бірақ енді жүрегім аса бір қатты қаламағаннан кейін осы бағытта қала берейін деп солай шешім шығардым. Егер де оған келіскен кезімде қазір жағдайым жақсы, қағанам, қарқ, сағанам, сарқ болып отыратын жерлер болды. Қазір жағдайыңыз жақсы емес па не сонда? Шүкір, жаман емес. Астанада тұрасыз? Коттеджде тұратын шығарсыз? Жоқ, қарапайым, 3 бөлмелі пәтерде. Өз ақшаңызды сатып алдыңыз ғой? Түсінікті. Көлік айдамайсыз? Жоқ. Неге? Қызығушылығым жоқ. Көлік айдамайсыз. Хоббиіңіз не? Хоббиге уақыт та жоқ. Бірақ енді кейде бір рухани отырыстарды жақсы көремін. Әңгіме дүкен. Бір кездері түркі әлемі бойынша осы ойындар жасап, Кавказ, біраз Ресейді, Монғолия, Өзбекстан, Қырғызстан, біраз жерді араладым. Әлде де аралағым келеді. Біраз ашылмаған дүниелер бар. Қызық негізі былайша айтқан кезде. Саяхат жасағыңыз келеді? Темекі шекпейсіз? Жоқ. Авторлар көбінесе темекі шегеді ғой. Темекі шекпейсіз, шарап ішпейсіз. Темекі бұрын баяғы балалық кезде бір шамалап бір жұрттан қаламыз ба деген оймен болған, бірақ тіпті қызығушылығым болмапты соған. Жақсы. Шарап ішпейсіз, Жоқ. Не деген идеал адам қарап отырсаңыздар. Футбол жақсы көресіз, комментатор болғыңыз келеді. Балалық арманым болды. Бір Қазспорт шақырды, бір-екі рет комментатор болдыңыз, одан кейін шақырмай қойды ма әлде? Сіздің уақытыңыз болмаған ба? Жоқ, мен уақытында енді ол жерде мысалы мен бірақ Барыстың ойынына хоккейде де болдыңыз, хоккейде 3 рет эксперт болдым, сарапшы.
соңғы рет осы ойында болды, бірақ Барыс өкінішке орай ұтылып қалды. Мен барған ойындарда Барыс ұтатын еді. Соңғы барған кезде ұтылып қалды, енді шақырмайтын шығар. Бірақ енді футболды жүргізу кезінде арманым болды. Қазір ол деңгейде жүргіземін деп айта алмаймын, себебі онымен кәдімгідей машықтану керек, уақыт арнау керек. Баяғыда түнімен отырып көретін футболдар қазір жоқ. Себебі ұйқы, денсаулық бірінші кезек. Ұйқы бірінші кезек. Баяғыдай футбол көрмейсіз ғой түнімен? Жоқ. Әлде Арсенал, сіз жанкүйерлік ететін команда, сәтсіз ойнап жүргеннен кейін футболдан көңіліңіз қалды ма? Олай деп айта алмаймын. Кейде бір матчтарды өте жақсы ойнайды, кейде болмайтын топтардан, командалардан жеңіп қалады. Енді Арсеналға, сіз қалай Арсеналға жанкүйер болдыңыз деп, соны 96-97 жылдары ол кезде Шымкентте тұрдым. Сол кезде жергілікті бір арнадан Англияның чемпионаттарын көрсететін еді. Мәссаған. Содан сол жерде Арсенал 97-99 жылдары чемпион болды. Ол құрам бір жұлдызды құрам еді. Содан солының ойынына бір не болып, содан қалдық қой. Қазір енді Арсенал ойнайын деп жатыр, түнде барып көру деген ондай жоқ, бірақ енді барынша қадағалап отырамыз. Арсеналға бірақ сенесіз ғой әлде? Сенем. Арсен Венгермен кетіп қалған жоқ қой, бүкіл. Барлығы солай ойлайды. Негізі Эмериде кезінде бір қатарынан 7-8 ойын ұтып, бір жақсы нәтиже көрсетіп келеді, қайтадан түсіп қалды. Сол 4-5 орынның айналасы ғой. Ақтөбеге жанкүйерсіз? Я оны балалық кезден. Қазір жағдай мүшкіл. Не алып қосарыңыз? Қазақстан футболында уақытша нәтижеге тезірек ұмтылғысы келеді. Бірақ оның ар жағында бір 10 жылға, 15 жылға бір стратегиялық жоспар құрып, Бельгияның кезінде жасаған жоспар бар ғой. Сондай неге құрмасқа деді. Әйтеуір, мысалы енді кешена Қостанайда Манеж салды дейді. Неге басқа облыстарда жоқ? Былтыр әлеуметтік желіде Тараздың, Жамбылдың бір-екі жігіті мақтанып жатыр да. Ойбай, Венгрияны ұтқан кезде біздің Тараздың барлық футболшылары, Жамбылдың барлық футболшылары ұлттық құрамада жүргенін қайтейін, Тараз бірінші лигада деп. Сол кезде бір-екеуі өкпелеп қалды, бір-екеуі расымен де сондай дейді. Сондай жерде неге не болмасқа кәдімгі балалар футболы неге сондай бір жақсы жағдай жасамасқа? Айналып келіп барлығы сол бір жылдағы нәтижеге ғана жұмыс жасайды, болды. Барлығы сол облыстан бөлінетін бюджетке қарап отырады. Әкім Архимедтің кезінде жақсы еді, Ақтөбе. Сол кісінің арқасында чемпион болды. Біраз қаржы бөлді, негізі акцент қойылды спорттарға. Сосын бір жағы Ақтөбенің фанаттары. Сол ұстап тұрған сияқты кейде. Ана стадионда болсаңыз, ол жерде футбол ойнамау мүмкін емес. Яғни артынан қуалап тұратын сияқты да, ойнаңдар деген секілді. Енді сол жерде де менің бір-екі класстасымның, сыныптасымның балдары ойнайды. Дубльде, одан кейінгісінде. Солардың дайындалатын жерлерін көріп, кәдімгі қарны ашып кетті. Бір парктың ішінде, балшықта ойнап атады. Ана байғұстарды кейде аяйсың. Неге сондай бір жасамасқа деп. Биыл тек қана Қайратта ғой жағдай бар, Тек Қайратта бар. Осы кешегі мысалы құрамадағы кімдер? Вараговскийдің сондай балдар болып шыққан сол жерде. Сондай жасаса бір 5-6 жылда, 10 жылда қаншама ұрпақ шығарады. Бірақ енді көпшілік айтады, сол Архимед мырзаның кезінде футболға акцент қойылды да басқа спорттың түрлерін бәрін өлтіріп тастады. Одан кейінгі Бердібек ағамыз келген кезде кішігірім жергілікті неге жасайтын болып, сонымен енді білмеймін, бұл кездегі басшылық қайда қараған, көптеген жаңа легионерлермен де келісім шартты уақытында дұрыс бұзбағаннан кейін бе, қазір қарызға батып, 6 ұпай, тағы да 6 ұпай, 12 ұпай, тағы да алынады деп әңгіме шығып жатыр. Былтыр мысалы үшін енді Самат алып, кішігірім балдарға бір кішігірім рух беріп, тәп-тәуір ойын көрсеткен кездер болып еді. Енді басқа түскен көреміз. Ұшып кетсе қиын болайын деп тұр, аймақ үшін. Тіпті сол алдыңғы жылыма
команданың тарат жіберіп қайтадан жаңа команда құрған кезде бір 3-4 жылда, 2-3 жылда қайтып жоғары лигаға оралуға болар еді. Халық негізі Бердібек мырза сол футбол үшін ренжілі сияқты, байқаймын көп жанкүйерлерден. Футболды өлтіріп Ондай тастады. әңгімелер бар. Негізі сол кездегі футбол басшылығының да кішігірім дұрыстап қараса, қазіргі жағдай мүмкін басқаша болар ма еді. Биыл Қайрат чемпион бола ма? Или Астана сақтап қала ма? Қайттан Астана болады. Сол үштікте Тобыл, Ордабасы болатын сияқты. Жақсы. Сіз үшін Қазақстанда үздік ойыншы кім? Дәл қазіргі уақытта ма? Бақтияр шығар. Біз негізі Еркебұлан Сейдахметті қатты мақтап жүрген сияқтымыз. Жоқ, мақтағаннан бұрын біз көп үміт артып қойған сияқтымыз. Өте жақсы бала, ағалап тұрады. Көрген кезде сәлем түзеу, тіптен әлеуметтік желіде де Жайдарман туралы қаншама пікірін жазып жатады. Негізі біздің енді Бақтияр соңғы ойындарда қазір негізгі құрамға да еніп жатыр ғой, соңғы ойында. Біздің футболшылардың осы айналып келіп, біздің Қазақстанда ойнай беретіндері кейде қарным ашады. Мүмкін енді жаңағы қаржы жағдайы солай шығар, бірақ өсімі жөнінен білмеймін, шығыс Европа елдері болса да сол жаққа барып кішкене өсіп қайтқан дұрыс сияқты деп ойлаймын. Ерекше бойыңызда қасиет болса, қандай қасиет болғанын қалайсыз? Кішігірім екі сондай бір сұрақ болсын. Тіпті білмеймін. Қандай тарихи тұлғамен сұхбаттасқыңыз келеді? Оны да ойламаппын, шайтан. Біздің қазіргі қоғамға кезінде болған тарихи тұлғаларды кім керек сияқты? Әлихан. Ол кездегі, білмеймін де, біз енді солай оқыдық, солай қабылдадық. Ол кездегі жаңағы елге деген, жалпы ұлтқа деген қызмет еткендердің әрқайсысының орны ерекше. Жалпы сіздің портретіңізді былай халыққа жақындата түсу үшін, картинаны ашу үшін қандай кино көрдіңіз? Көңіліңізден шыққан бір жақсы деп айтылатын, өзге кеңес бере алатын. Қандай туындыны айта аласыз үшеуін? 1+1 деген кино бар, француздың киносы. Өте жақсы көремін. Америкада бір күні «Однажды в Америке» деген кино бар. Роберт Де Ниро түсетін. Ой, кезінде бір сондай бір керемет кино. Толқын сондай бір кино болған. Тамаша кино. Отандық бір кино болсын, «Москва слезам не верит» деген кино бар. Отандық емес? Енді кезінде кеңестік болды ғой. Сіз әлі санаңызда? Жоқ, ондай жоқ. Ондай жоқ енді. Кеңестік не бар сияқты ғой әлі? Жоқ. Кетпеген сияқты ғой. Құдай сақтасын. «Москва слезам не верит». Оскар алған. Оскар алды ма сол? Иә. Анау енді сұмдық. Әрбір сөзі, әр кино көрген сайын әрбір сөзі бір не болады. Соңғы біздің отандық қай киноны айта аласыз мықты деп? Мен негізі кинотеатрға баратын болсам, міндетті түрде отандық киноны көремін. Енді мына жері кішкене келмейді, мына жері қалай келмейді деп. «Келинка тоже человек» деген бірінші бөлімінде. Енді әрине ондай бағыттар болды, ондай, бірақ енді бір әдемі берген сияқты. Жақсы. Сосын күлкі жағынан жалпы андай әзілдің тығыздылығы жөнінен неде мықты. «Брат или брак» дегеннің екінші бөлімінде де біраз не бар. Сосын енді бір кішкене қазақылық жағынан бір келетін «Оралман из Питера» деген болды. Енді бір супер деп айта алмаймын, бірақ сондай бір жағдай болды ма, бір жақсы күліп шыққан киноларын. Сатаевтың киноларын көрмейсіз ба? Көрем, бірақ сол «Рекетирден» кейін кішкене екінші «Рекетирді» кішкене Рүстем Әбдірәшевтің фильмдері. Сатып алды Нарымбетов. Жақсы. Былтыр 40-қа жуық, 50-ге жуық кино болыпты. Негізі ішінде ілі-барлығы бар енді, шамалап. Бірақ енді толыққанды емес. Оскар. Кино деп жатырмыз ғой. Биыл Оскарға «Зеленая книга» үздік кино атанды. Үздік актер Мали Рамик болды. Queen'дағы Фредди Меркьюри рөлін сомдаған. Және тағы да бірнеше фильмдер. Барлығында гомосексуализм насихатталып жатыр. Жайдарманда осы соңғы 1-8 ойындарына барған кезде, қателеспесем Грантта, осындай бір гомосексуализм элементтеріне байланысты бұл Дана Нұржігіт айтты.
сіздің пікіріңіз қандай жалпы? Өте нашар. Негізі команда ойын күні әкеліп көрсеткен дүниесін. Осы жөнінде редакторлар біраз сөз естіді. Редакторлар сөз берді, келесі жолы мұндай қайталанбайды деп. Ол жөнінде командаға да айтылды. Сіздің жалпы өзіңіздің позицияңыз ондай дүниелерге қарсысыз? Керегі жоқ. Ол жалпы мен енді жаңағы ондай адамдардың бар екенін де білем, жалпы қоғамда бар екенін білем, бірақ менде андай бір қатыгездік болды, осыларды қирату керек, жоғалтып жіберу керек деген ондай пікірде емеспін. Бірақ ондай дүниенің жайдарманында болып жатқан қабылдамаймын. Ән тыңдайсыз ғой? Тыңдаймын. Үш әншіңізді айтыңызшы. Жұбаныш, Молданазар. Жұбаныштан кейін бірден Молданазар. Жоқ, мен барлық бағытты тыңдай беремін. Сосын? Майкл Джексон. Шынымен балалық ең бір жігіт болып енді қалыптасып жатқан кезде бір өте жақсы. Мен негізі былай бір тек қана классика, тек қана рэп, рок деген жоқ. Көңілім ұнайды ма, бәрін тыңдай беремін. Дәстүрлі әнді тыңдаймын. 91 тыңдайсыз ба? Бір-екі өлеңін. Кезінде жерін алып жерге салған кезде сіз қай тарапта болдыңыз? Екі жақта да емес. Бір ол балдармен де сөйлескем, былай сәлемдер түзу. Қызыңыз тыңдай ма? Жоқ. 91 тыңдамайды, жақсы көрмейді ғой, концертіне апарып істемей ма? Ол кісі деппін ғой, қызым әлеуметтік желіде жоқ. Тек қана YouTube көреді. Жаңағы ВКонтакте, Инстаграм ондай жоқ. Сізде жоқ болып кеттіңіз, сол телеарнаға арнаймын дедіңіз ғой басында сұхбаттың. Артық ақпарат, негатив ақпарат кәдімгідей бір не істеп жібереді, сондықтан да тып-тыныш қана. Оны сол бір жаңағы таңертең WhatsApp-қа жіберетін жаңалықтармен осындай болып жатыр екен деген мен шектелуге болады. Бұл енді Марсель Прустовпен аяқтай салайық, дәстүрлі сұрақ қой. Монтажда алып тастауымыз да мүмкін, монтажда сақтап қоюымыз да мүмкін. Сіздің енді жауабыңызға байланысты ғой. Жаратушының алдына барсаңыз не айтасыз? Анау бір әлем бар, қазақ болмасам не етер едім деген, ондай ән айтпаймын, бірақ енді қазақ болып жаралғаныма, осы өмірде өмір сүріп жатқаныма, осындай сүйікті жұмысымен айналысып жатқаныма алғыс айтамын, басқа не айтайын. Құрметті көрермендер, біз бүгін Есенел Өкен мырзамен сұхбаттастық, көрдіңіздер. Алғашқы сұхбатымыз менің арнамда. Сондықтан пікірлеріңіз болса, ойларыңыз болса, жазыңыздар, лайк басыңыздар, жазылыңыздар. Және келесі жолы кімді көргілеріңіз келеді, міндетті түрде пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Рахмет, уақыт тауып келгеніңізге. Көп нәрсені айтып жібердіңіз. Көп нәрсе болған. Дұрыс қой енді, қатты не істеген жоқпыз ғой. Ойым шашылып кеткен сияқты. Неге? Жинақта. Сіздің көңіліңізден шықпайтын қазақ қасы бар ма? Менде ма? Бар. Кім? Маған мысалы Бақтияр Мәкен, Дәулет мырза. Кейде баға қою жағынан сіздегі арналарда кейбір азаматтардың субъективті кәдімгідей лоббиланған ұпайларды қою мүмкін да. Мысалы көріп отырмыз, кеше Грант деген команда ойнады. Үй тапсырмасы өте нашар болғанмен, Нартай Аралбайұлы 5 қойып берді мысалы. Соның арқасында ол команда апорттан жоғары кетіп қалды да мысалы. Енді Нартай да оралдікі, Грант та оралдікі. Сондай бір түсініксіз да, бір объективтілік жоқ.